Еркін мырза, есімім Батырхан. Қалай айтсам екен, бір апта болды ажырасып кеткеніме. Неге? Енді семья болғаннан кейін ұрыс-керіс болады, өзіңіз білесіз. Ел қатарлы жұмыс жасап жүрмін, ақшаны тауып жатырмын. Білмеймін. Сосын вообще мынау Инстаграм, ТикТок дегендер бәле болды бар ғой. Ананы мынаны көріп, Турция хочу, Египет хочу, тағы да бір бәле хочу деп. Білмеймін, шынымды айтсам не істерімді. Түсінікті. Мен есімім Карина болады. Және мен ажырасқым келеді, Еркін мырза. Неге ондай шешімге келдіңіз? Мен үйіме, туысқандарымның үйіне барсақ, тезірек кетейік деп айта береді маған. Арамыз ашылып кетті негізі. Мен осы жағдайды үйдегілеріме айтам. Енді отбасы болған соң ондай-мындай болып тұрады, шыда деп айтады, әшейін ұрыс керіс қой. Но если честно, меня это уже достало. Я хочу развестись. Сезім өзі өшіп бара жатқан сияқты. Жақында бір құрбыларыммен көріскем. Бір психологқа барып, жан дүниемді ашып, мазалаған сұрақтарына жауап алсам, өзіне де жақсы болатын деп айтты маған. Сондықтан, Еркін мырза, келіп тұрмын сізге. Еркін мырза, мен соңғы кезде выгорание болып жүрген сияқты менде. Неге? Білмеймін, үйленгім келеді, бірақ қыз жоқ. Ну, как қыз жоқ? Қыз бар ғой, просто білмеймін, короче. Так. Мен жас деген скоро 32-ке келеді, әлі жүрмін. Енді не себеп деп ойлайсың? Себебін білсем сізге келмеймін ғой. Иә. Шаршап кеттім құрысын. Кейде психологқа да психолог керек. Бүйтіп шаршағанша кейде ойлаймын, ауылдың жұмысын жасап, арқа терлетіп шаршағанға не жетсін, е? Жарайды, жақсы. Жұмыс бастамаса жатыр. Жақсы, сау бол. Так, мен сендерді жинаған себебім, мен сендермен қазір психолог есебінде емес, мен сендермен қарапайым адам есебінде сөйлесем. Келістік қой, а? Шынымды айтайын. Вы все меня задолбали. Себеп? Болмашы проблемаға бола, бір депрессияға түсіп кете беретіндей не болды? Сен ажырасқан дейсің. Я, оңай емес, қиын жағдай. Бірақ енді өмір бітіп қалған жоқ қой. Ары қарай өмір сүру керек. Бірақ енді өзіңді жертва қылып, жұрттың барлығына да мен ажырасқам деп өмір сүру, ол мүлдем дұрыс емес. Ажырастың ба? Яғни ол әйел саған бұйырмай тұр. Басқа әйел тап, будь мужиком. Сен үйленгім келеді дейсің. Бірақ сенің осы жасқа дейін үйленбей жүргеніңе біреу кінәлі ма? Көзіңді ашып қарасаң, тұрмысқа шыққысы келетін қыздар өте көп, толып жатыр. Бірақ мәселе ол қыздарда емес. Мәселе мына сенде. Сен қорқақсың. Жауапкершілікті мойныңа артқың келмейді. Карина ханым, Қазақстан қазір әлем бойынша ажырасудан 2-ші орында тұр. Ендігі қалғаны қарабет болып 1-ші орынға шығып еді. Өзіңіз жақсы білесіз, ер азаматты көрге де сүйрейтін, төрге де сүйрейтін ол әйелі. Сондықтан да болмашы нәрсеге бола ажырасқың келеді дегенді тіптен ұмытыңыз. Өзіңіз ақырын айтып түсіндірсеңіз түсінеді ғой. Әлде сіз тупой жігітке күйеуге шығып едіңіз? Жоқ, әрине. Міне, сондықтан да ажырасуды мүлдем ойламаңыз. Қайта сол проблеманы қалай шешуді ойлаңыз. Бірақ ұмытпаңыз, күйеуімді өзгертем деу ол қате. Таңдаған өзіңіз бірге болыңыз. Енді барлықтарыңа айтарым. Сендер біреуге ұнауға міндетті емессіңдер. Және біреу де сендерге ұнауға міндетті емес. Бірақ солардың барлығымен де тіл табысып,
өмір сүру керек.